بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. باسم ربك الذي خلق. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Құран оқып үйренейік сабағының 5-ші дәрісін өздеріңізбен бірге бастаймыз. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Құран ақиқаттың теңізі, сауаптардың өзені, тақуаларға тура жол, жүректерге шипа. Алла тағала күллі адамзатқа: ей адамдар, тәңірлеріңнен сендерге насихат, жүректеріңдегі дерттеріңе дауа, мұсылмандарға тура жол және жарылқау ретінде Құран келді деген. Біз Құраннан имандылар үшін шипа және мейірім түсіреміз деп сүйіншілейді. Құран адамзат баласының жүрегіне тыныштық сыйлайтын, бұл дүние мен арғы дүниенің азаптарынан аман болуына кепілдік беретін жер бетіндегі жалғыз кітап. Жүрек Құранмен тазарады, тыныштық табады, көркем мінез құлыққа бастайды. Құран адамзат баласының жүрегіне тыныштық сыйлайтын, бұл дүние мен арғы дүниенің азаптарынан аман болуына кепілдік беретін жер бетіндегі жалғыз кітап. Жүрек Құранмен тазарады, тыныштық табады, көркем мінез құлыққа бастайды. Құран тәкаппарлық, қызғаныш, күншілдік, қанағатсыздық, құмарлық, екіжүзділік, күйзеліс секілді жүрек ауруларына таптырмайтын ем. Өйткені Құран адам баласының жан дүниесі мен рухына қажетті күллі ілім мен негіздерді қамтыған кітап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайыры ең көп болған сүре Фатиха, барлық дертке дауа деген. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам сахабалары да, одан кейінгі ізгі мұсылмандар да Фатиха сүресімен емделген екен. Егер науқас адам Құран сүрелері мен сүннетке сай дұрыс емделетін болса, онда рухани дерттен де, тән ауруынан да айығады. Құран адамзаттың қас жауы лағнеті шайтаннан қорғанудың бірден бір жолы. Себебі шайтанның басты мақсаты адамды адастыру, тозаққа түсіру болса, Құранның негізгі қағидасы адамзатқа тура жол көрсету, жәннатқа бастау. Абу Хабис радияллаху анху пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқан жеткізеді: «Уа Абу Хабис, мен саған Алладан қорған іздеген адамның айтатын ең жақсы сөзін хабарлайын ба?» Сонда мен: «Я Алланың елшісі» дедім. Ол кісі: «Айт, таңның Раббысына сыйынып қорғауын тілеймін». Және: «Айт, адамдардың Раббысына сыйынып қорғауын тілеймін» деп Фалақ пен Нас сүресінің бастапқы 2 аятын оқыды. Алладан пана тілеушілерге деді. Ендеше сіз сайтанның кесірі мен кеселіне қарсы қорған болсын десеңіз, Құранды қатесіз, дұрыс оқуды үйренгеніңіз абзал. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Өткен сабақта өздеріңізбен бірге араб әліпбиінің барлық әріптерін толық танысып біткен болатынбыз. Енді жаңа сабаққа кіріспестен бұрын шәкірттермен бірге сол әріптердің қаншалықты меңгерілгенін тағы да бір пысықтап өтейік. Алмас, экрандағы шыққан әріптердің барлығын біз өтіп шықтық. Біз әріптердің барлығын өту барысында негізгі 3 нәрсеге назар аударамыз дедік. Шәкірттер барлығын тыңдап отырсыңдар ғой. Негізгі 3 нәрсеге назар аударамыз дедік. Бірінші әріптердің таңбасы, екінші әріптердің нүктелері дедік, үшінші әріптердің шығу орны дедік. Шығу орны дедік. Бұл негіздер әріптердің өту барысында да және осы сабақтардың соңына дейін жалғасады. Сосын осы араб әліпбиін таныстыру сабақтары барлық сабақтардың іргетасы болып саналады. Егер де біз осы сабақтарды жақсылап меңгерген болатын болсақ, біздің одан кейінгі сабақтарымызда жеңілдеу болады. Әріптерді қосу, сөздерді біріктіріп оқу, оларды аят ортасына келген кезде шатастырмай танып білу сабағымыз жеңілдеу өтеді. Қазір сендердің қаншалықты меңгергендеріңді тексеріп өтейік. Алмас, экранда тұрған әліпби әріптерінің бірінші қатарын соңынан басына дейін оқып шықшы. За, ро, зәл, дәл, ха, ха, джим, та,
Дұрыс. Та, бә, алиф. Дұрыс. Айдос. Екінші қатарды соңынан басына дейін. Кәф, қоф, фә, ғойн, ғайн, зо. Дұрыс. То, дод, сод, шин, син. Дұрыс. Тимур, үшінші қатарды. Хамза, я, ха, вау, нун, мим, ләм. Енді басынан аяғына дейін. Ләм, мим, нун, вау, ха, я, хамза. Хамза жайлы не айтып едік біз, Алмас? Хамза ол араб әліпбиінің ішіне кірмейді, бірақ таңба болғандықтан таңба болып есептеледі де, дыбысы жоқ, дыбысталмайды. Бұл таңбаның бізге беретін пайдасы қандай? Сөздің ішінде белгілі бір өзгеріске ұшыратады. Сөзді белгілі бір өзгеріске ұшыратып, өзінің әсерін тигізетін болғандықтан, және жеке таңбасы болғандықтан біз әріптердің таңба ретінде қатарына қостық. Әйтпесе, араб әліпбиінің құрамына хамза кірмейді дедік, иә? Араб әліпбиінде 28 әріп бар дедік. Құрметті көрермендер, мінекей осымен біз араб әліпбиінің барлық әріптерімен танысып өттік. Басқа жаңа сабақтарға көшпестен бұрын ескерілетін маңызды нәрсе, ол осы өтілген барлық әріптерді қай жерде болмасын, қандай сипатта келмесін, біз толық тани алатындай сипатта дәрежеде болатын болсақ, сонда ғана біз келесі сабақтарға емін-еркін кіріп, сол сабақтарды жеңіл меңгеруге мүмкіндік аламыз. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ал енді жаңа сабағымызға кірсек, бұл жаңа сабақтың басында ескерілетін бірнеше мәселелер бар. Оның біріншісі, бұл сабақта біз әріптерді қосып оқып бастаймыз. Әріптердің басын біріктіреміз. Біз бұған дейінгі сабақтарда сол жекелеген әріптерді қаншалықты меңгергеніміз осы сабақта көрінеді. Егер де сол кезде біз әріптерді дұрыс меңгермеген болатын болсақ, бұл сабақта көп жерде шатасамыз, көп жерде әріптерді тани алмай жатамыз. Бұл сабақтың күрделілігі, бұл сабақтың ауқымды болуы заңды, себебі бұл жерде біз әріптерді қосып оқыған жағдайда өзіміз үйренген таңбасы белгілі болып таныған, жаттаған әріптеріміздің таңбасы үлкен өзгерістерге ұшырайды. Сол үшін біз сабақтардың барысында әріптерді нүктесіне қарай ажыратамыз деген негізге баса назар аударған болатынбыз. Осы жерде сол үйренген нәрсемізді тереңірек тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға мүмкіндік аламыз. Бүгінгі сабақтың мәтіні алдарымызда тұр. Қазір біз осы экранда көрінген негізі өтіп кеткен әріптердің басы қосылып, бірігіп жазылып тұрғанын көріп тұрмыз. Біздің өткен әріптеріміз көп жерде өте үлкен өзгеріске ұшырағанын байқадық. Кейбір әріптердің басы үзілген, кейбір әріптердің арты үзілген, кейбір әріптердің ортасынан кесілгенін байқап тұрмыз. Сол өткен әріптердің біз тек нүктесінен ғана айыру керек екенімізді біз осы жерде баса назарда ұстауымыз қажет. Осы тұста біз ескеретін маңызды нәрсе, экранға шыққан бүгінгі сабағымыздың мәтіні түрлі түспен жазылғанын байқап тұрмыз. Бұл қызыл, жасыл, көк, қара түстер бізге осы сабақты өту барысында үлкен көмек көрсетеді. Олар әрбір әріптің таңбасы белгіленген кезде, ол әріп басқа жағдайда, басқа әріптерге қосылған кезде үлкен өзгеріске ұшыраған жағдайда да оның түсі өзгермейді. Бұл сол әріптің бастапқы әріп екенін шатастырмай тез танып алуға бізге көмегі болады. Сол үшін қазір мен осы 4 жолдан тұратын мәтіннің алғашқы 2 жолын оқимын, сосын шәкірттерге жеке-жеке оқытатын боламыз. Бірінші бір таяқшы болып тұрған бұл алиф, арамызға белгілі. Екінші қара түсте тұрған біздің таяқ болып келген алиф әріпіміз, ол басқа бір әріпке жалғасып тұр, ол ләм әріпі. Ләм әріпінің бұл жерде өзгеріске ұшырағанын байқадық. Сол үшін біз әріптің осы жерде 2 әріп жалғасқандықтан екеуінің атын атаймыз. Ләм, алиф дейміз. Мынау алиф, ләм, алиф. Одан кейін қызыл түсте
мына жерде ләм әрпі келген сияқты, мына жерде де қызыл түсте ләм әрпі тұр, қара түсте бұл алиф әрпі. Ләм әрпіне алиф әрпі қосылған кезде кейде мынандай сипатта болатын болса, кейде мынандай сипатта болады. Құранда алиф әрпі ләм әрпіне қосылған кезде осындай екі түрлі сипатта келетін болғандықтан бізге бірден осындай сипаттарын үйретіп жатыр. Мына жерде біз ләм алиф деп оқимыз. Мына жерде де ләм алиф деп оқимыз. Одан кейін астында бір нүктесі бар. Әріпіміз қандай әріп еді мынау? Бә әріпі еді, дұрыс айтасыңдар. Бә әріпіне қара түспен келген алиф әрпі қосылып тұр. Біз бә алиф деп оқимыз. Бә алиф деп оқимыз. Сол секілді, одан кейін қызыл түспен ләм әрпі келіп тұр, иә? Ләм әрпі келіп тұр. Ләм әрпіне таяқша болған қара түстегі алиф әрпі қосылғандан осындай үлкен өзгеріске ұшырап тұр. Ләм де өзгеріске ұшырады, алиф те қисайып өзгеріске ұшырап тұр. Екеуі қосылған кезде ләм алиф деп оқимыз. Ләм алиф. Мына жерде қызыл түсте ләм әрпінің негізгі таңбасы тұр. Осы ләм әрпін осы жерден тани аламыз. Енді келесі жазуда бұл ләм әрпінің сыртынан алиф әрпі қосылғаны және ләм әрпі басқа бір әріптерге қосылған жағдайда осындай өзгеріске ұшырайтындығына байланысты жазылған сипаты тұр. Бұл жерде біз қызыл түспен тұрған әріптің мына ләм екенін білеміз, қара түспен тұрған әріптің алиф екенін білеміз. Сонда тағы да біз бұл жерде ләм алиф деп оқимыз, иә? Одан кейінгі келген тіркестің жасыл түсінде тұрған әріптің біз ха екенін танып тұрмыз ғой? Ха екенін танып тұрмыз, иә? Оның үстінен қызыл түспен жаңағы алдында өткен әріпіміз келіп тұр. Қайсысы еді? Ләм. Бұл ләм ғой. Дұрыс, иә? Ләм. Ләм қызыл түспен келгендіктен, мына жерде де оны қызыл түспен келіп тұр. Демек, мына жолдағы әріптердің барлығы не алиф, не ләм. Алиф пен ләм әріпінің қосылуы. Енді ләм әріпі кейде басқа әріпке төбесінен келіп қосылады дейді. Сонда біз ләм ха деп оқимыз. Ләм ха деп оқимыз. Мына жерде келген тіркес, ол алдында келді мына жерде. Қалай деп оқып едік? Ләм алиф деп оқыдық. Одан кейін біз астында нүктесі бар әріпті мына жерде бә деп оқыдық. Мына жерде де сол бә келіп тұр. Жасыл түспен, иә? Бә, ләм, бә дейміз. Бә, ләм, бә дейміз. Жолдың шетінде тұрған әріп қызыл түспен белгіленіп тұр. Бұл қандай әріп еді? Каф етін, иә? Каф. Бұл жеке тұрған кездегі кафтың таңбасы. Каф әріпі сөзге қосылған кезде мынандай өзгеріске ұшырайды. Сол үшін осы өзгеріске ұшыраған каф әріпін тез тану үшін негізгі таңбасы қызылмен белгіленіп, одан кейін өзгеріске ұшыраған әріпі де қызылмен белгіленіп тұр. Сол үшін каф әріпін мына жерде қызылмен танитын болсақ, біз ол сөзге жалғанған немесе басқа әріпке жалғанған кезде де қызыл түсі арқылы танимыз. Мына жерде каф болса, мынау да каф болады. Демек, қызыл түспен келген әріпіміз каф болса, одан кейін мына жақта оның басқа әріпке қосылған сипаты тұр. Каф, бә дейміз. Каф, бә дейміз. Мына жерде де сол кафтың қысылған түрі каф, бә тағда. Мына жерде де каф, алиф қосылып тұр. Каф, тағда алиф қосылып тұр. Астында нүктесі бар қандай әріп еді? Бә, каф, тә. Дұрыс. Тәнің екі нүктесі бар, иә? Мына жерде де екі нүктесі бар, сол көк түспен келді. Тә, кәф, тә. Тә ғой, үш нүктесі бар. Тә. Міне, жеке тұрған әріптер, ағайынды әріптердің үшеуі де келіп тұр. Бә, тә, тә. Біз басында айттық қой өткен сабақтарда. Нун өзінің ағайындары бар дедік. Оның ағайындары бә, тә, тә болатын. Мынау әріп я болатын дедік, бірақ бұл жерде екі нүктесі жоқ болып тұр. Кейде я әріпі сөзге жалғанған кезде, немесе әріптерге жалғанған кезде нүктесіз келеді. Екі нүктесіз келеді. Бірақ бұның біз я екен таңбасынан танып тұрмыз. Енді мына жерде тағы да бізге қайталап көрсетіп тұр. Жасыл түсте астында бір нүктесі бар әріп, ол бә болатын. Бәға қара түстегі таяқша жалғанып тұр. Алиф, бә, алиф дейміз. Енді екі жол осылай таныстырылып өтті. Басынан бастап оқып көрейік. Қандай әріп еді? Алиф, иә? Мынау қызыл түспен? Ләм, сосын? Алиф, дұрыс. Сосын? Ләм, алиф, иә, дұрыс. Бә, алиф, иә. Ләм, алиф, мынау да? бұл ләм, Бұл ләм, иә, жеке тұрған.
Одан кейін Ләм алиф. одан кейін мынау ләм, оған алиф қосылып тұр, иә? Ләм алиф. Одан кейін Бұл ләм ләм ха. ләм ха, дұрыс. Мынау ха әріпіне ләм әріпі жоғарыдан қосылып тұрғандықтан бірінші жоғарыдан кеп қосылған алиф, қосылған әріп оқылады. Бірінші. Одан кейін Ләм алиф. ләм алиф, дұрыс. Бә ләм бә. Бә ләм бә, дұрыс. Мынау қандай әріп дедік? Кәф. Каф дедік, иә? Себебі қасындағы тұрған каф соның Қызылмен бірден. мынау өзгертілген түрі, иә? Өзгертілген сөзге немесе әріпке қосылған кездегі түрі. Мына жерде қызыл түспен келген әріп Кәф. каф дедік, иә? Оның бер жағында қызыл түспен тұрған әріп ол каф әріпінің басқа әріпке қосылған кездегі өзгеріске енген түрі, өзгерген түрі. Енді осы екеуін бекер келтіріп тұрған жоқ, бұл жерде және екеуінде қызыл түспен беріп тұр, иә? Одан кейінгі жалғанған жағдайларда қызыл түспен келген осы көріністегі әріп ол каф болады, иә? Айдос, енді келесі жолда сен оқи ғой. Кәф. Қалай болды? Каф болды, иә? Одан Бә. кейін бә. Бұл да кәф Бұл да? және бә. Дұрыс. Келесі Кәф және алиф. каф, алиф, дұрыс. Кәф, Кәф. алиф. Каф, алиф, дұрыс. Астында нүктесі бар. Бә, Бә, кәф, каф, тә. тә. Тә мен бә ағайынды дедік, иә? Ағайынды. Бәнің астында бір нүкте бар, тәнің үстінде Екі нүкте. екі нүкте бар. Дұрыс. Тә, кәф, Каф, тә. тә. Бұл да Бұл да тә мен ағайынды. бәнің ағайындысы арасында Үш нүктесі бар, үстерінде үстінде. нүктелермен айырып отырмыз, иә? Одан кейін Бә, белгілі тә, тә, тә. тә, Нун. нун, Я, я. Дұрыс. Мынау Я. я, нун әріпін олардың тә, бә әріптеріне ұқсастығы болғандықтан осы жерде қатар жеке тұрғандағы таңбасын беріп тұр әдейі. Ұқсас болғандықтан. Арасындағы нүктелері арқылы бұлар басқа әріптерге қосылған кезде айырмашылығын тек нүктелері арқылы ғана айырамыз дедік. Осы жолдағы кәні Айдос соңғы сөз қандай еді? бә, алиф. Бә, алиф. Бә, алиф. Кәні Тимур, екінші жолды оқимыз. Кәф. Кәф, Бә. кәф, бә, дұрыс. Кәф. Кәф, Бә. кәф, бә, дұрыс. Кәф. Алиф. Кәф, алиф, дұрыс. Кәф. Алиф. Кәф, алиф, дұрыс. Бә. Кәф. Бә, Тә. бә, кәф, тә. Тә. Кәф. Тә. Дұрыс. Тә. Одан кейін Тә. бә, тә, Тә. тә, Нун. нун, Я. я, Бә. Алиф. бә, алиф. Яның екі нүктесі түсіп қалған мына жерде. Біз не үшін дедік оны? Кейде я әріпі екі нүктемен келеді, кейде екі нүктесі түсіп қалады. Я әріпі кейде екі нүктемен келеді, кейде екі нүктесі түсіп қалады. Ол араб тілінің өзіндік бір ерекшелігі, бірақ бұл я деген әріп күйінде қалады. И деген дыбысты береді, я деген әріп күйінде қалады, кейде мейлі оның екі нүктесі түспаса да. Енді кітаптарыңды ашыңдар, қайталап, сол жерден бір оқып өтейік. Алмас, бастаймыз. Алиф. Ләм алиф. Ләм алиф. Бә алиф. Дұрыс, Ләм алиф. Ләм. дұрыс. Ләм алиф. Ләм ха. Ләм алиф. Бә ләм бә. Кәф. Кәф. Дұрыс, Кәф бә. дұрыс. Кәф бә. Кәф алиф. Дұрыс, Кәф алиф. дұрыс, Бә кәф тә. дұрыс, Тә кәф тә. дұрыс. Бә. Тә. Тә. Нун. Дұрыс. Я. Бә алиф. Бә, али. Дұрыс, жарайсың. Айдос. Алиф. Ләм, алиф. Ләм, алиф. Дұрыс, Бә, алиф. дұрыс. Ләм, алиф. Ләм, Ләм. ләм. Ләм, алиф. Ләм, ха. Ләм, ха. Ләм, ха. Ләм, ха. Ләм деген әріптің аты өзі созылып барып айтылатын еді ғой. Ләм.
Ләм ха. Дұрыс. Ләм алиф. Дұрыс. Бә ләм бә. Кәф. Кәф. Кәф бә. Кәф бә. Жақсы. Кәф алиф. Кәф алиф. Дұрыс. Бә кәф тә. Дұрыс. Тә кәф тә. Дұрыс. Бә тә тә нун. Дұрыс. Я Дұрыс. бә алиф. Дұрыс. Я әрпін астында екі нүктесі жоқ болса да, Таңбасынан танимыз. таңбасынан танып отырмыз. Ол я күйінде қалады дедік, иә? Дұрыс. Тимур, басынан бастап. Алиф. Ләм алиф. Ләм алиф. Бә алиф. Дұрыс. Ләм алиф. Дұрыс. Ләм. Ләм алиф. Ләм ха. Дұрыс. Үстінде келген әріпті бірінші оқимыз дедік, иә? Иә. Ләм алиф. Бә. Ләм бә. Дұрыс. Кәф. Дұрыс. Кәф. Жақсы. Кәф бә. Кәф бә. Дұрыс. Кәф алиф. Дұрыс. Кәф алиф. Жақсы. Бә кәф тә. Тә кәф тә. Дұрыс. Бә тә тә Дұрыс. нун. Дұрыс. Я Дұрыс. бә алиф. Дұрыс. Жарайсыңдар. Енді бүгінгі сабағымыздың келесі екінші бөлімін өтейік. Ол мына жерде оған басқа әріптердің қосылған, басқа әріптердің бір-біріне қосылған. Жаңағы бірінші жолдағы келген әріптерден бөлекше, немесе сол бірінші жолда келген әріптерге қосымша тағы да басқа әріптердің қосылу тәсілдеріне байланысты олардың біршама өзгеріске ұшырағанын осы жерден байқаймыз. Үшінші жолдың басында біз үстінде нүктесі бар қызыл түспен тұрған әріптің қосылғанын байқап тұрмыз. Бұл өзгеріске ұшыраған нун әрпі. Өзгеріске ұшыраған нун әрпі болатын. Үстінде бір нүктесі бар. Үстіндегі нүктесі арқылы біз оның тә, сә, нун екен, тә, сә әріптерінің бауыры нун екенін байқап тұрмыз. Нун әрпінің мына жерде жеке тұрғанын бекер келтіріп тұрған жоқ. Нун әрпі жеке келіп тұр, және үстіндегі нүктесімен ол қызыл түспен келіп тұр. Мына жерде сол қызыл түспен келген нун әрпі екен байқаймыз содан. Нунға Син әрпі жалғасып тұр. Дұрыс. Одан кейін екі нүктесі бар. Тә, син жалғасып тұр, иә? Одан кейін үш нүктесі бар. Тә, син. Одан кейін тағы да сә, сосын жим. Одан кейін, иә? Тә, ха. Мынау жаңағы нунымыз, иә, біздің? Нун, ха. Нүктесі бар үстінде. Бұл мына ха емес, нүктесі болғандықтан ха, иә? Енді астында екі нүктесі бар. Осылардың мына нун, тәнің бауыры я болатын, иә? Я, ха. Мынау бір нүктелі бә, жим. Мынау жаңағы екі нүктесі бар. Я. Оған қандай әріп мынау? Қандай әріп еді? Мим еді ғой, дұрыс? Я, мим. Я, мим. Одан кейін астында нүктесі бар. Бәнің тағы да қосылған кездегі өзгеріске ұшыраған түрі. Мына жақтағы қай жерде жаңа? Міне, бә әрпіне жим әрпі қосылған кездегі бәнің қосылу кезіндегі өзгеріске ұшырағанын байқап тұрмыз. Ол мына жеке тұрғандағы бә еді, иә? Енді мына жерде мимға қосылған кезде басқаша қосылу үлгісін көріп тұрмыз. Бұл жерде де бір нүктесі арқылы танимыз, астындағы нүктесі арқылы. Үстінен қосылып тұрғандықтан бұны бә екенін білеміз да, бә бірінші оқылады, иә? Бә, бұдан кейін қызыл түспен келген мынау мим әрпі. Мим. Мимнің сәл өзгешелеу жазылған түрі. Бә, мим. Мынау үстінде нүктесі бар. Нун. Нун, мим. Екі нүктелі тә, мим болды, иә? Одан кейін үш нүктелі сә болған. Сә, мим. Одан кейін қызыл түспен я әрпінің үстіне қосылып тұрған әріп бір нүктелі астына нүктесі бә. Бұл нүкте янікі емес, бұл қызыл түспен келіп тұрғандықтан бәнікі, жеке нүкте. Бә, я. Мына әрпіміз екі нүктелі қызыл түспен
Я. Я иә. Я. Бә әрпіне өте ұқсас, ағайыны. Бірақ екі нүктесі арқылы танып тұрмыз. Я және тағы да Я. я. Я болды сонда, иә. Мынау үстінде бір нүктесі бар. Нун, сосын я. Екі нүктелі Тә. тә, я. Сосын үш нүктелі Тә. сә, я. Енді мына жақтың барлығында екі әріптің бір-біріне қосындысы келген болса, бұдан былай соңына дейін үш әріп бір-біріне қосылған. Түрін оқимыз. Нун, бір Бә. нүктелі. Бә. Бә, екі әріптің ортасында келіп тұр. Ләм. Одан кейін ләм, иә. Сонда нун, бә, ләм деп оқимыз. Одан кейін екі нүктелі тә әріпі, бір нүктелі нун әрпіне жалғасып, иә. Тә, нун, тағы да ләм. Ләм. Астында бір нүктесі бар. Бә, екі нүктелі Я. Я. Бә, я, Ләм. ләм. Дұрыс. Одан кейін я, Я. тә, ләм. Я, Тә. тә, ләм. Ләм. Одан кейін үш нүктелі әріп екі рет қайталанып тұр. Қандай еді? Сә ғой. Сә, Тә. сә, ләм. Одан кейін нун, бір нүктесі астындағы әріпке жалғастырып. Бә, одан кейін нун, иә, нунның өзі. Нун, бә, нун болды. Үшінші жолды соңына дейін оқып шығамыз. Нун, синға жалғастыр, иә. Нун, син дейміз. Сосын тә, син. Одан кейін син, дұрыс. Сә, жим, дұрыс. Тә, ха, дұрыс. Ха. Одан кейін нун, ха, дұрыс. Одан кейін я, ха. Келесі Бұл бә. бә әрпі. Джим. Бә әрпіне жим жалғасып тұр, иә. Бә, жим. Сосын Я. я, Мим. мим. Бұл бә. Бә әрпінің басқаша қосылған тұр, иә. Онда да оның нүктесі ажыраған жоқ өзінен. Астында нүктесінен танып тұрмыз. Бә, мим. Сосын нун, мим. Сосын тә, мим. Бұл әріптердің өзгеріске ұшырауының әртүрлі көрінісін бізге бұл жерде бекер көрсетіп тұрған жоқ. Құранның ішінде, Құран аяттарының жазылу стилінде осы әріптер осындай сипаттарда жазылады. Соған қазірден біздің көзімізді үйретіп, әріптерді осы бастан жақсы танып алуға бізді жаттықтырып жатыр. Сол үшін біз осы жерде әріптерді шатастырмай емін-еркін тани алатын болсақ, оны Құран ішінде аяттарды оқыған кезде де еркін тани алатындай боламыз. Енді соңғы жолды Айдос, бастаймыз. Тә. Мим. Мим. Бә. Я. Я, дұрыс. Одан кейін Я. я. Дұрыс. Нун. Я. Дұрыс. Тә. Я. Дұрыс. Тә. Я, дұрыс. Нун. Бә. Ләм. Дұрыс. Тә. Нун. Ләм. Дұрыс. Бә. Я. Ләм. Дұрыс. Я. Тә. Ләм. Дұрыс. Тә. Тағы да. Ләм. Дұрыс. Жарайсың. Нун. Бә. Нун. Жақсы. Жарайсың. Жақсы. Ал Тимур, үшінші жолдың соңынан басына дейін оқы. Тә. Мим. Мим етін, е, жалғанған. Нун. Мим. Мим. Дұрыс. Бә. Дұрыс. Мим. Бә, мим. Дұрыс. Я. Мим. Дұрыс. Бә. Джим. Дұрыс. Енді мен көрсетіп тұрған жерді оқы. Тә. Я. Дұрыс. Одан кейін. Тә. Я. Дұрыс. Одан кейін. Нун. Я. Одан кейін. Я. Дұрыс. Одан кейінгі. Бә. Я. Бә, я. Сосын. Тә. Мим. Тә, мим. Мінекей, құрметті көрермендер, осымен біз бүгінгі 5-ші дәрісімізді аяқтадық. Бүгінгі дәрістен әріптердің қосылуын, бір-біріне
бірігуін үйрендік. Әріптер қосылған жағдайда, бір-бірімен біріккен жағдайда олардың үлкен өзгеріске ұшырайтынын байқадық. Егер де біз әріптердің алғашқы кезеңіндегі жекелеген таңбаларын жақсы танып біліп жаттап алмаған болсақ, біз бүгінгі сабақтарда үлкен қиындыққа ұрынатын едік. Сосын тағы да ескеретін нәрсе, осы сабағымыз әлі аяқталған жоқ. Келесі сабақта осы әріптердің бірігуі жайлы сабағымыздың жалғасы жүретін болады. Барлық сабақтарда басында айтып өткендей негізгі ескерілетін үш нәрсе бар. Оның біріншісі әріптердің таңбасы, екінші әріптердің нүктесі, үшінші әріптердің шығу орны. Шәкірттерге осы өткен мәтіндегі сабақты үйде бірнеше рет қайталап келу тапсырмасы беріледі. Құрметті көрермендер, сіздер де үйде осы сабақтарды барынша көбірек оқып, көздеріңізді үйретіп, осы нәрсені жақсылап саналарыңызға сіңіріп алсаңыздар, бұл келесі болашақта болатын сабақтардың іргетасы ретінде деп қабылдаңыздар. Келесі сабақтарда, жарқын күндерде жолыққанша Алланың есендігімен, амандығында болыңыздар. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق